Кіпілдің тәубесі. Ғапылдық дегеніміз қателікке аса мән бермеу, немесе оны байқамаудан туындайтын адам баласының әлсіздігі. Надандық күнәларды қалайша көлегейлеп жасырса, ғапылдық та күнәні көрсетпей, тәубеге кедергі келтіреді. Ғапылдыққа салынған адам көбінесе істеген ісінің күнә екенін біле тұра, түк болмағандай әрекет етеді. Ақылы мен жүрегін көлегейлеп тастаған ғапылдықтың пердесі адам баласын нәпсі қалауының құлына айналдырады. Құдды бір кездегі кіпіл тәрізді қалауының дегеніне көніп, соңына ереді. Абдулла ибн Омар бір күні маңайындағыларға: «Сіздерге Алла Расулының, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өз аузынан бір емес, бірнеше рет естіген оқиғамды айтып берейін», деді де сөзін былайша сабақтады. Исраил ұлдарының арасында еш шімірікпестен күнә жасай беретін кіпіл есімді біреу болған екен. Бірде қасына келген әйелдің сұлулығына сұқтанып, әлгі әйелге өзімен бірге уақыт өткізуіне келіссе, оған 60 алтын беретінін айтты. Әйел мәжбүрліктен келісім беріпті. Сөйтіп, келісілген уақытта дайындалып, әйелге келгенде, кіпілді көрген байғұс әйел бар даусымен егіліп жылай бастайды. Әйелдің бұл әрекетіне таңғалған кіпіл: «Неге сонша жылайсың? Өзің келісіп едің ғой. Мен сені еркіңнен тыс қалауыма көндірді деп ойлап тұрсың ба?» деп сұрайды. Әйел: «Жоқ, мүлде олай емес. Мен осы уақытқа дейін мұндай күнәға батпаған едім. Енді міне қу кедейшіліктің кесірінен амалсыздан күнәға батуға мәжбүр болып тұрмын. Сол үшін жылап тұрмын», деді. Мұны естіген кіпіл қатты тебіреніп: «Сонда сен бұрын соңды жасамаған күнәні кедейліктің қамытын кигені үшін жасамақшысың ба? Олай болса, саған берген ақшам сенде қалсын. Мен де бұдан былай Аллаға және оның әмірлеріне қарсы келмейтін боламын. Шын сөзім, ант етемін». Кіпіл сол түні қайтыс болады. Таңертең жиналған жұртшылық оның үйінің есігінен «Алла тағала кіпілдің күнәларын кешірді» деген жазуды көреді.